Бұл құжаттарды жалпы өзіңіз көрдіңіз ғой. Шын мәнінде де ол құжаттар сіздердің мекемеге тиесілі, иә? Сіз көрген. Да, там документы есть, да, по нашему отделу. Бұны қасақана жасауы мүмкін бе? Қалай? Сіз айтып жатсыз ғой, оны біреу тастамаған болуы мүмкін. Подставной қылып істеуі мүмкін бе біреудің? Болады. Қалай там? При переезде мы нанимали людей со стороны, приглашали. Возможно, в тот день еще шел дождь, мы переезжали 2 дня. Один день мы, 3-й день ЗАГС перевозили. Возможно, что какая-то коробка была вот так вот изъята, потому что вы нашли, ну как вы обнаружили это через, считай, 2 недели после нашего переезда. Жалпы ол құжаттарды негізі жатуы заңды ма, заңсыз ба? Сіздің пікіріңіз? Заңсыз. Заңсыз. Түсінуіміз бойынша салғырттық қаралған жұмысқа, иә? Это документы все, не строгой отчетности, это документы все чисто по работе, ну как по отделу. Ал мемлекеттік